оқушылар, біздің бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Қазір жүректен жүрекке әдіс арқылы бір-біріңізге сәттілік тілеуге. Облысым мен саған бүгін сабағыма сәттілік тілеймін. Өзіңді үлгілі оқушы деп көрсет. Сен сабаққа сәттілік тілеймін. Мағарет бүгін сабағынан бүкіл сабақтардан жақсы баға алдым. Балалар, ондай болса, біз қазір экранға назар аударып, мына суреттер арқылы бүгінгі сабақтың тақырыбын болжап алайық. Экранда суретке назар аударайық. Сабақтың тақырыбы қандай болуы мүмкін? Кім айтады? Кім? Асылай? Бүгін сабақтың тақырыбы менің ойымша қожаның мектепке бақы алып келуі туралы. Жақсы. Қандай түрде қандай нұсқа бар? Елнұр айтады. Менің ойымша бүгінгі сабақтың тақырыбы ол қожаның тәртіпсіздігі туралы. Жарайды, жақсы. Қандай түрде қандай нұсқа бар? Аяны? Менің ойымша бүгінгі сабақтың тақырыбы қожаның мектепке бақы әкелуі. Жарайды, жақсы. Ондай болса, балалар, бүгінгі сабақтың тақырыбымен танысып болайық. Яғни бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бақаның әлегі деп аталады. Бүгінгі сабақтағы мақсатымыз кейіпкерлердің портреті мен іс-әрекет арқылы олардың образын анықтаймыз. Сондай-ақ көркемдегіш құралдарды, суреттеу құралдарын анықтап табамыз. Балалар, біз қазір бұл кейіпкер әдісі бойынша топқа бөлінеміз. Сіздерге берілген әрекеттер кімнің әрекет екенін анықтап, сол топқа барып жайғасасыздар. Класс журналы мен сумкасын стол үстіне қалдырып, өзі тысқа шығып кетті. Бұл кім? Бұл Майқанова. Жақсы, онда сіз бірінші топқа барасыз. Жолама, мама деуші болмайды. Бұл кімнің сөзі? Қай кейіпкер? Қожаның анасы. Жақсы, онда сіз екінші топқа барасыз. Мама, сен жылап жатырсың. Иә, жақсы. Қожа бізде үшінші топқа. Қашық, бұл орамалы, суырма. Бұл қай кейіпкер? Бұл мұғалім Майқанова. Жақсы, сіз төртінші топқа барасыз. Балалар, яғни бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы бақаның әлегі. Қожа сабаққа не үшін бақа келді? Қандай мақсатпен әкелмеді оны сабаққа бақаны? Елнұр? Биология пәні мұғалімі Оспанов ағай кім бақа алып келеді деген кезде қожа мен әкелемін. Мен әкелемін деп айтты, жақсы, рахмет. Енді балалар, бақаны қожа не үшін салды деп ойлайсыздар мұғалім сөмкесіне? Әдейі салды ма? Асылай? Иә, қожа мұғалімнің сөмкесіне бақаны әдейі салды. Өйткені ол осы іс-әрекетпен өзінің ренжісін білдіргісі келді. Менің ойымша қожа Майқанова апайдың сөмкесіне бақаны әдейі салған жоқ. Ол байқаусызда салған деп ойлаймын. Жарайды, жақсы, отыра ғой. Топтық жұмыс орындаймыз. Сіздерге берілген кейіпкерлердің іс-әрекеттің портретін арқылы образын анықтайсыздар. Ол үшін біз қазір айналмалы бекет әдісін қолданамыз. Яғни сіздер әр топ бірінші өздері тапсырма орындайды. Одан кейін орындап болғаннан кейін келесі топқа барып, сол топты тапсырмасын толықтырамыз. Яғни біз айналмалы бекет арқылы айналып сағатымен кейін өзіміздің топымызға келіп, толықтырылған тапсырманы қайтеміз қорғаймыз. Балалар, уақыт аяқталды. Енді біз келесі топқа айналамыз. Айналмалы бекет әдісі арқылы басқа топтың жұмысын толықтырамыз. Балалар, уақыт аяқталды. Енді басқа топтың жұмысын ауысамыз. Келесі бекетке қарамыз. Қожаның портреті. Орта бойлы, көзі отты, шашы қайратты және қара торы балық. Жарайды, жақсы. Келесі іс-әрекет айта ғой. Іс-әрекет апайдың сөмкесіне бақа салып қойды, анасын тыңдамайды, жанарды жақсы көреді, сұлтан мен жайлауға барады. Образы қандай образ шықты достар? Қожаның образы ақылды, тентек, бұзық, армандауды жақсы көреді және еркелейді. Жарайды, жақсы. Балалар, енді бірден осы топтың жұмысына үш сөзбен бағалау әдісі бойынша кері байланыс беріп өтейік. Қанекей, кім айтады кері байланысты топтарын? Елнұры? Бұл топтың жұмысын үш сөзбен мен былай бағалаймын. Креативті, жаңашылды және ұқыпты жасалған. Жарайды, жақсы, рахмет. Отыра қойыңыздар. Келесі екінші топ ортаға шығамыз. Яғни біз көркемдеуіш құралдарын еске түсіріп алсақ, енді қазір мен тапсырма беремін. Мәтіннен үзінділер берілген. Осы үзінділердің қандай көркемдеуіш құрал екенін анықтаймыз, қандай мақсатта қолданып тұрғандығын түсіндіріп айтамыз. Бұл жұптық жұмыс. Тапсырма орындап болса, қазір
сағат тілі бойынша жұмысымызды келесі жұпқа тапсырамыз. Келесі жұптың жұмысын тексереміз. Мына дискриптор бойынша тапсырманы дұрыс орындады ма? Сол бойынша қазір кері байланыс береміз. Жақсы ма? Ауса ғой, келесі жұптың жұмысына кері байланыс берейік, иә? Бұл жұп эпитетпен және дұрыс тапқан, жақсы. мағынамен Қателесті, иә? Жарайды, жақсы. Келесі топ сіздер кері байланыс бере қойыңыздар. бұл топтың барлық Дұрыс тапқан, иә? Жақсы, тамаша. Келесі. Абылай кері байланыс бере қойыңыз. Барлығын дұрыс орындады, жақсы, тамаша. Балалар, енді біз қазір шаршап қалған шығарсыздар, серіктеу сәті ретінде зияткерлік үстел ойынын ойнап жүрейік, иә? Біз қазір екі командаға бөлінеміз. Bir жақ топтың командасы, яғни кім? Аянаның командасы және Сиырдан Аишаның командасы бөлінеміз. Қазір кім? Аянаның тобы бастайды, иә? Текшені, сандық текшені лақтырасыздар. Қандай сан түседі, сонша қадам жасап, сол суреттегі картадағы сұраққа жауап береміз. Ал, Айш. Bir қадам жасай ғой, сіздер көп кісі болады, иә? Бер қарай қараймыз, сұраққа жауап береміз. Қожаның арманы қандай? Қожаның арманы ол жазушы болу, иә? Жақсы, рахмет. Сіздер топтарыңызда бір ұпай бар. 6 қадам. Қайсыды? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 тұрады. Мен абайды сөйлетемін. Жанар сендей жан тұрмас, тұрса туар артылмас. Бір өзіңнен басқаға сағынышым айтылмас. Жақсы. Жанарға арналған өлең Абайдың қай өлеңі? Айттым сәлем қалып. Жақсы, рахмет. Келесіден топтарыңызға ел түрі лақтыра ғой, жылдан кез. Міне текшені лақтыра ғой. Неше 3 қадам сіздер қайсы сары ма? 1, 2, 3. Бұл сурет тауып берейік. Міне мына сурет, қатар. жайлауға барар жолда Қожа Сұлтанға қанша сом берді? 10 сом. Жақсы, рахмет. Балалар, енді біз келесі тапсырмаға көшейік. Майқанова мұғалімнің сіздерге арнайы тапсырмасы бар екен. Менің сіздерге сұрағым бар. Қожаның тентек болуына өзі кінәлі ме? Қорғаушы даттаушы ойын арқылы осы сұраққа жауап іздейік. Бірінші топ қорғаушы, екінші топ даттаушы, үшінші топ бақылаушы. Сіздерге 5 минут уақыт беріледі. Шығармадан дәлел келтіруге тырысайық. Ал қанекей, бірінші топтан бастап сіздер қорғайсыздар. Қожаның тентек болуына өзі кінәлі ме? Диас? Жоқ, Қожа тентек болғанға өзі кінәлі емес, кінәлі Сұлтан. Жарайды, келесі сіз. Қожаның бақа келгеніне өзі кінәлі емес, мұғалім кінәлі болды. Жарайды. Оның тәртіпшілерді әкесі жоқ болғанда тәртіпшілер. Әкесі болмағандықтан деп ойлайсыз, жарайды, жақсы. Неліктен? Сұлтанмен дос болмағандар. Жарайды, сіз келесі. Сұлтанмен жайлауға Бармау керек еді, жарайды, жақсы. Менің ойымша Қожа кінәлі екенін ол Сұлтанмен қосылып ұрлық жасады. Жарайды, жақсы, келесі. Менің ойымша Қожа өзі кінәлі, себебі ол бақаға келгенімен сөмкесін Салмау керек еді, жарайды, жақсы, рахмет. Балалар, енді екі топтың жұмысына баға берулеріңіз керек. Жақтаушылар мен даттаушылар дәлелді жақтай алды ма, дәлелді даттай алды ма? Қанекей, кімге үлкен қоясыз? Айша? Қорғады, жақсы. Екінші топ болса, Қожаны дәлелді даттады. Даттады, жарайды, жақсы, рахмет. Балалар, бұл бақаның дауы әлегі неден басталды? Ол бақаны не үшін әкелді деп айтты ағай? Неден не үшін әкелді? Біріншіден, зоология пәнінен беретін Оспанов ағай оған өзі айтты, бақаны әкелсін деп. Қандай мақсатпен сұрады деп ойлайсыздар? Не үшін сұрауында? Ол сабаққа керек болуы мүмкін. Яғни зоология пәнінде ол бақаның құрылысын зерттемек болуы мүмкін, иә? Бірақ соның құрылысын зерттеді ме? Жоқ. Неге? Қожа зоология пән мұғалімін алдап, Майқанова апайдың сөзге салды, сонымен дау басталып кетті, иә? Оны зерттемей қалды. Ендеше балалар, біз қазір 3D форматтағы видео материалды көреміз. Бұл жерде виртуалды зертхана әдісі бойынша бақаның құрылысын зерттеп көрейік, жарай ма? Мен сіздерді қолдарыңызға қазір бақаның сызба нұсқасын беремін. Бейне жазбадан көрген құрылысын, оның бөліктерін,
мына параққа жазамыз. Осы көрген бейне жазба бойынша сіздер қосымша тағы ақпарат жинап келіңіздер. Бақалар қалай тыныс алады, судың ішінде қалай тыныс алады, құрлыққа шыққан кезде қалай тыныс алады, су туралы қосымша ақпарат жинап келеміз. Яғни қосымша тапсырма. Балалар, біздің келесі тапсырмамыз бұл жеке жұмыс. Бағанағы бақа бар ғой, сабаққа алып келген, сол бақаның көңіл-күйін сипаттап, көркемдік құралдарды пайдаланып, бақаның атынан монолог жазамыз. Қанекей балалар кім оқиды? Тыңдап отырамыз, жарай ма? Содан кейін дискриптор бойынша бір-біріміздің жұмысымызды бағалаймыз. Бір күні мен бір балаға ұсталып қалдым. Темір қорапқа салып алды. Ауа жетпей тұншықтым. Темір қораптың іші қараңғы екен. Бір кезде мені мектепке апарды. Ол мені балаларға көрсетті. Балалар мені ойыншық қылып бір-біріне лақтырып ойнады. Біраз жараланып қалдым. Ол мені қорабына салып алып сыныпқа барды. Ол мені шығарып тағы да бір сөмкеге салып алды. Біраз уақыттан соң алдымнан мұғалім шыға келді. Мұғалімнің шошығаны соншалық ауырып қалды. Уақытта менің өмірім бір сәтсіз өзгере сала берді. Бір бала менің қасыма келіп, судан суырып алғанда аяғым қолдырап, жүрегім тоқтап қала жаздады. Ол мені ұстап алып, темір қараңғы ауа жетпейтін қорапқа салды. Бір кезде мені мұғалімнің қолы мені суырып алды. Ол менен қорқып қашып кетті. Лезде балалар мені қоршап алды. Олар мені бір-біріне лақтырды. Менің аяғым ауырды, омыртқам сына жаздады. Адамдар сондай қатты кезеді. Балалар, енді монологтың барлығын оқып болды. Қазір монолог бағасы әдісі арқылы мына дискрипторлар бойынша бір-бірімізге кері байланыс берейік. Сізге кімнің монологы ұнады? Маған Аминаның монологы ұнады. Жақсы, неліктен? Себебі ол креативті. Креативті, жақсы. Дискрипторларға сәйкес па? Сәйкес. Жақсы, рахмет. Маған Аянаның монологы ұнады, себебі ол дескрипторға сәйкес болды. Жазылған, иә? Жақсы, рахмет. Сізге кім монологы ұнады? Маған Аишаның монологы ұнады, себебі ол бақаның бастан кешкен оқиғаларын және оның көңіл-күйін сипаттап жазды. Болсақ, телефонымызды алып, дәлме-дәл әдісі бойынша бүгінгі сабақ бойынша сұрақтарға жауап беріп, бұл жерде 10 сұрақ бар, сіздерге 10 ұпай беріледі. Балалар, енді бір айналым сөйлем әдісі бойынша сабақты қорытындылайық, түйіндейік, яғни сіздер мен сабақты жақсы оқуға ант беремін, я болмаса мен тәртіпті болуға ант беремін деген сияқты өздеріңіздің сабақтан бүгінгі түйген ойларыңызды бір-бір сөйлеммен айтып шығайық. Ал Қаника. Мен сабақта жақсы оқуға ант беремін. Жақсы, келесі. Мен тәртіпті болуға ант етемін. Ата-ананың түрін. Мен ата-анамның тілін алуға ант етемін. Жақсы, Тәртіпті болуға ант етемін. жақсы, рахмет. Келесі. Мен ата-анамның борышын атқаруға ант етемін. Жақсы, келесі. Мен сабақты бізге оқуға ант беремін. Жақсы, рахмет. Балалар, бүгін 3-2-1 әдісі арқылы сабаққа кері байланыс берейік. Бүгін сіздерге сабақта қандай құнды ақпарат алдыңыздар, қиын болған тапсырма және сабақ бойынша сұрақтарыңыз болса, осы бойынша кері байланыс берейік сабаққа. Мен үшін бүгін эпитет пен теңеуді табу өте құнды ақпарат болды. Құнды ақпарат маған бақаның құрылысын білу құнды болды. Тапсырмалар қиын емес, сұрағым жоқ. Виртуалды зертхана әдісі құнды болды. Жақсы, сұрақтарыңызға бойынша? Жоқ. Бүгін сабаққа қатысқандарыңызға көп рахмет. Бүгін сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.